Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз барлығы сүйіп жейтін пирогтардың бірі сметанник жасаймыз. Бұл пирог сондай дәмді және өте нәзік болып шығады, ал мынау рецепт бір дегеннен шығады. Сондықтан ойланбай-ақ қазірден бастап дайындай берсеңіздер болады. Ең бірінші әрине қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін ұнға қант және разрыхлителді қосып, кішкене араластырамыз. Содан соң үстіне сары майды қосып, ылғал түйіршіктер шыққанша араластырамыз. Ең соңынан үстіне жұмыртқа жарып, песочный қамыр илеп шығамыз. Бұл жерде айта кететін жайт, сары май қатты жұмсақ та емес, қатты қатып қалған да емес, орташа температурада болуы тиіс. Қамырымызды пакетке салып, холодильникқа 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді дәмді салмасын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқа мен қантқа ванилин мен ұнды қосып, түйіршіктен құтылғанша жақсылап біркелкі массаға дейін араластырамыз. Ең соңында басты ингредиент қаймақты қосып, осылай ақырын-ақырын араластырамыз. Содан соң біздің начинкамыз дайын болады. Енді қамырымызды жаямыз, кішкентай бөлшегін бортикқа алып қалып, қалғанын пластқа осылай жайып, өзіміздің пісіретін формамызға сәйкес дайындаймыз. Менің пісіретін формам 24 сантиметр. Жайылған қамырымызды формаға осылай сәйкестеп салып, шетіндегі бортиктарын жасаймыз. Барлығы видеодағындай. Енді дайын салмамызды қамырымыздың үстіне құйып, үстіне өзіміз жақсы көретін клубника, не болмаса басқа да жеміс-жидектерімізді қосып, духовкаға пісіруге жібереміз. Мен 185 градуста 40-45 минут пісірдім. Негізі пісіру уақыты, пісіру температурасы әркімнің духовкасына байланысты. Пирог дайын болған соң, оны 1-1,5 сағат суытып, бірақ жеген дұрыс. Мінекей біздің өте дәмді және өте жұмсақ, өте тез дайын болатын сметаннигіміз дайын болды. Алдында айтып өткенімдей, бұл бір дегеннен шығатын рецепттердің бірі, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.